Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге бұрыш құрағының үшінші жасалу түрін көрсететін боламын. Менің алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, екі бұрыш құрағын жасалу жолын көрсеткенмін. Сілтемесін жоғарыда тастап кететін боламын. Міндетті түрде көріңіздер. Өздеріңізге қай бұрыш құрағы ұнайды, соны үйреніп, менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік, мен сіздерге үшінші бұрыш құрағының жасалу жолдарын көрсетейін. Бізге керекті заттар: матовый билюр, королевский билюр, қалам, қайшы сызығыш, шыт мата және тігін машинасы. Ең алдымен шыт матамыздың екі бұрышын бір-біріне қосып аламыз. Матовый билюрдан лентамызды 15 сантиметрге өлшеп 8 бөлшекке бөліп аламыз. Әр бөлшекке королевский билюрымыздың түгін оң қарата отырып, бір-біріне жылғап тігіп аламыз. 8 бөлікке де дәл осылай тігіп шығамыз. Бізде дәл осындай лента пайда болды. Енді құрағымызды жинайық. Ең алдымен сары королевский билюрымызды тігеміз. Матовый билюрымыздың түгін оң қаратып тігіп аламыз. Дәл видеодан көргеніңіздей қайталап тігіңіздер. Сол кезде дәл менікінде құрақ түрі шығады. Ендігі кезекте қосылған лентамызды тігеміз. Дәл ортасы қосылған лентаның дәл ортасына келгенін қадағалаймыз. Тағы да матовый билюрымызды бір қатар қылып жүргізіп аламыз. Енді қосылған лентамызды тігеміз. Екеуінің қосылған жерлерін қадағалап тігіңіздер. Дәл осылай 8 қатар тігіледі. Сегіз қатар тігіп болғаннан кейін жиек-жиегін бекітіп тігіп шығамыз. Артық матаны кесіп тастауды ұмытпаңыз. Достар, менде осындай әдемі бұрыш құрағы шықты. Егерде менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментария жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Алдын ала рахмет, сау болыңыздар.